Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы тема урока жағажайда. На пляже. 92-ші бетті ашамыз. Открыли 92-ю страницу. Жағажай, пляж. Жағажайда, на пляже. Оқы қайтала 92-ші бет. Жағажай, пляж. Жағажай, пляж. Оқылым екінші тапсырма 92-ші бет. Мәтінді түсініп, сұрақтарға жауап бер. Нужно понять содержание текста и ответить на вопросы. Мен жағажайға барамын. Я пойду на пляж, говорит Альбек. Жағажайда бала көп. На пляже много детей. Мен жақсы жүземін. Я хорошо плаваю. Өзеннің суы тұщы. Вода, речная вода пресная, бірақ терең, однако глубокая. Сондықтан алысқа бармаймын. Поэтому далеко не хожу. Жағажайда шөлдеймін. На пляже хочется пить. Әжем сусын қайнатып береді. Бабушка дает кипяченый напиток. Әжемнің сусыны дәмді. Напиток бабушки вкусный. Әлбек қайда барады? Әлбек жағажайға барады. Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы тұщы, бірақ терең, однако глубокая. Айтылым. Үшінші тапсырма 93-ші бет. Дұрыс нұсқасын айт. Нужно найти правильный вариант. Нұсқа, вариант. Сказать правильный вариант. Әлбек жағажайға барды. Әлбек пошел на пляж. Балалар жағажайда жүр. Жүр ходит. Дети ходят на пляже. Ол жақсы жүзеді. Он хорошо плавает. Өзеннің суы тұщы. Вода в реке пресная. Жағажай көркем. Пляж красивый. Айтылым 5-ші тапсырма 93-ші бет. Мәтін мазмұны бойынша диалог құрастырыңдар. Нужно составить по содержанию текста диалог. Кім жағажайға барады? Әлібек жағажайға барады. Жағажайда кімдер бар? Жағажайда балалар бар. Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы тұщы. Әлібек неге алысқа бармайды? Неге? Почему Әлібек не ходит далеко? Өзеннің суы терең. Вода в реке глубокая. Әлібек сусынды қайдан алады? Откуда берет напиток? Әлібек сусынды әжесінен алады. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.